Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Намаз оқып тұрған адамның алдын кесіп өтіп кетсе күнә болады ма? Немесе намаз оқып тұрған адамның намазы бұзылады ма деген сұрақ түскен екен. Ал енді бұл сұраққа жауап беріп көрсек. Намаз оқушы алдынан бір адамның кесіп өтуіне қауіптенсе, алдына сутра қоюы керек. Яғни сутра қою мұстахаб. Ал сутра дегеніміз не? Сутра дегеніміз оның ұзындығы бір жарты метр немесе одан да ұзын, ал жуандығы саусақтан жіңішке болмағаны жөн. Яғни адамның алдынан көрініп тұру керек. Бұл сутра қою сүннет болып табылады. Бұған қатысты Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сендердің бірің намаз оқитын болса, бет алдына бір нәрсе қойсын. Егер қадайтын таяқ болмаса, сызық қойсын дейді. Осылай етсе алдын кесіп өткен адамның зияны болмайды деген риуаят бізге жеткен. Бұндағы мақсат сутра қою. Намазда тұрғанда тыныш тұру, мысалы, немесе артық іс-әрекет жасамау абзал. Намаз оқушы алдынан кесіп өтушіні тоқтатпауы негізі мұстахаб. Ал тоқтатуды қаласа қолымен ишарат немесе субханалла деген сияқты таспих айту арқылы тоқтатуға болады. Бірақ екеуін бірдей істеуге болмайды. Яғни адам қолын созып, қолымен тоқтатып субханалла деп айту шариғатта макрух болып есептеледі. Қалай десек те, ешқандай себепсіз намаз оқушының алдын кесіп өту күнә болады. Бұл шағын мешіттер немесе тағы бір шағын орындарда оқыған адамның алдында сутра болмаса кесіп өтуіне қатысты. Ал үлкен мешіттерде ашық далада намаз оқушы сәжде орнына қарағанда көзі жетпейтін жерден алдынан өтетін болса, ол бір күнә болмайды. Имамдық мәселесінде имамның алдына ғана сутра қойса, арттағы жамағатқа ол жетерлік болады. Ал жамағаттың намазын біреу қиып өтсе, онда жамағаттың намазы бұзылмайды. Кейбір бұндағы мәселедегі көп адамдардың түсінбей жататыны, алдына біреу кесіп кетсе болды, намазын бұзылды деп жатады. Ал енді намаз оқушының алдынан ит, мысық, адам, тағы басқа бір кесуімен намаз бұзылмайды. Намаз оқыла береді. Қорыта айтқанда, намаз оқығанда алдынан адамдар өтеді деген ой болса, онда алдына сутра қоюы керек болады. Ал адамдардың жүріп тұруына кедергі болмайтын жерде оқу, ол әрбір мұсылман үшін міндетті нәрсе болып табылады. Басқа адамдар да мұсылман бауырының намазына зияны тимеуін ескеріп, алдын кесіп өтпегендігі жөн. Ал әдейілеп кесетін болса, онда ол адам күнә алады. Естіп білгенімізге амал істеуге Аллах Тағала нәсіп етсін. Намаздарымыз толық, ешқандай бір зиянсыз болуды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.